Сәлем бердік. Келін асханасымен бірге бәрін араластыра салып 5 минутта дайын болатын оладьи жасайық. Көбісі оладьи пісіргенде майлы болып қалады деп жатады. Осы рецептпен жасасаңыз аса майлы емес, үлкен кішінің бәріне ұнайтындай оладьи болады. Пропорциясы оңай. 1 стакан сүт немесе айран және ұн аламыз. 1 жұмыртқаны жарып, шым-шым тұзбен, вилкамен немесе венчикпен шайқаймыз. Ол көпірген соң 3 ас қасық қант саламыз. Қант біреуге аз, біреуге көп болуы мүмкін. Сол үшін өз талғамыңызға қарай қантты саласыздар. Біздің үйдегілердің бәріне ұнады. Қант пен жұмыртқаны 1 минуттай араластырамыз. Содан соң сүт немесе айран құямыз. Менде ашыған сүт. Қасықтың ұшымен сода салып, реакцияға түскенінше араластырамыз. Және кішкене көпіргенін күтеміз. Содан соң бір толы стакан ұнға 1 шай қасық қопсытқыш салып араластырып аламыз және жаңағы айранды жұмыртқалы массамызға қосамыз да бәрін біріктіреміз. Менің каналымда видео рецепттер аптасына 3 мәрте шығады. Жоғалтып алмау үшін, жіберіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар. Осы рецепт ұнаса лайк басуларыңызды сұраймын. Және де сілтемесін қалдырамын. Капкейктердің, пиццаның, хит болған вупи пай, милка, трайфл десерттердің рецебі бар. Қарап көріңіздер. Және де ұнды араластырып болған соң 1 ас қасық сұйық май құйдым. Бәрін біріктіріп араластырып аламын да сковородканың астын қосамын. Кішкене май құйып қыздыруға қоямын. Және сол қыздырып жатқан кезде жаңағы массамызды қарасам, сәл сұйықтау болып тұр екен. Сол үшін тағы да 2 ас қасық ұн қосып жібердім. Сол кезде міне қою қаймақ консистенциясы болу керек. Венчигіміздің ақырындап лайнан ағып тұру керек. Қызып тұрған майға газдың асты қатты көтеріліп тұрған жоқ және қатты басылып та тұрған жоқ, бір орташа жанып тұр. Және 1 қасық, 1 ас қасық жаңағы қамырымыздан құямыз. Орташа отта пісіреміз. Жоғары көтеріледі, томпаяды. Сол кезде жан-жағы қарайып кетпеу керек. Байқап тұрасыздар, қызара бастаған кезде аударамыз. Осы видеоны тоқтатпай түсіріп тұрдым. Санасам, бір 35-40 секундтай бір шеті қуырылыпты. Содан кейін екінші шетіне ауыстырдық. Екінші шетін 30 секундтай пісірдім. Қатты күйіп кетпесін, томпайып бастады. Ақырындап аламын. Және тарелканың үстіне салфетка қойып қойдым. Сәл майын сорғытып алу үшін. Міне біздің дайын оладьиларымыз. Келесісін пісіреміз. Кей адамдар айтып жатады, оладьидің ортасы піспей қалды деп. Сондай болмау үшін асты қатты ақырында басылып тұрмау керек және қатты газдың асты көтеріліп те тұрмау керек. Ол кезде қатты көтеріліп тұрса, беті ғана піседі, ортасы піспей қалады. Сол үшін орташа отқа қоямыз. Осы берген порциядан мөлшерден 19-23 түк оладьи шығады. Біздің үйдегілер пісіріп болғанынша 2-3 жеп қойды. Одан кейін столға қойғанның өзінде шыдай алмай бір дегеннен бір отырыстан бәрін жеп қойдық. Өте жақсы көтерілген, дәмі күшті, қанты да сіңімді жақсы болған. Ешқандай добавканың қажеті жоқ. Бірақ егер қаласаңыздар вареньемен, сгущенкамен, қаймақпен жағып жегенге болады. Міне осындай болып көтерілді, ортасы пісті, піспеген жері жоқ. Үлкен кішінің бәріне ұнаған рецепт осы. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, келесі видеоларымды көріңіздер. Қоңыраушамен тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.